Қырғызстандық файтер. Және бір ерекшелігі Қайреке. Шындығында екі жігіттің жасы 21-де. Ойлаңызшы. Өте жас. Өте жас. Бір сөзбен айтқан кезде талантты, болашақтары әлі алдыда. Және қырғызстандық жауынгердің осы Найзаев лигасы аясында әрдайым жекпе-жектерін көргім келеді. Бұл азамат бүгін қошеметке лайықты өнер көрсетті. Том піспейік жеңіс кімдікі дегенде, бірақ біздің енді жауынгерлік қазақстандық файтерге жанкүйеріміз дегенмен де Бішкектен келген жауынгер лайықты қошеметін алуда. Қайратбек Нұрбайұлы өзінің жеңіске жеткен сенімдегін көрсетіп отыр. Қазір көрерміз. Ар жақтан әсетте шықты. Жақсы. Осы бір кештің екі кейіпкері дейікші әзірге таңдағы. Енді алда шындығында атмосфераны тамаша. Қазір енді төрешілердің шешімін күтетін боламыз. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтан кейін төрешілеріміз жекпе-жекке 28-29 деген есеп берді. Төрешілердің бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Асет Анарбаев. Ардақ жанкүйерлер, сіздерді құттықтаймыз. Асет Анарбай кәсіпқой деңгейдегі 7-ші айқасына шығып 7-ші жеңісіне қол жеткізді. Төрешілердің бір ауыздан шығарған